Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгінгі тақырып қасиеті мол Рамазан. Тәубе есіктері айқара ашылған, мейірімдік пен қайырымдылыққа толы, нәпсіні берік ұстап, ішіп жеуден, жамандық атаудан тыйылып, бір игі ісі үшін толассыз сауапқа кенелетін, екі дүниенің бақытын есігін ашатын ұлы ай бұл Рамазан. Пенде қате күнәдан тыс болмайды. Жасаған күнәлар мен қателерін түсініп, жаратушыға жалбарынып тәубеге келу бұл адамдықтың белгісі. Кімде-кім шынайы тәубеге келсе, Алла Тағала ол адамның мейірім шапағатын аямайды, күнәларын кешіреді. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала былай дейді: Астағфируллах. Құл я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мир рахматиллахи инналлаху яғфиру зунуба джамиа иннаху хуал ғафуру рахим. Ва Мұхаммад, менің сөзімді оларға жеткіз. Ей өздеріне зиян қылған құлдарым, Алланың рахметінен күдеріспеңдер. Алла барлық күнәларыңды кешіреді. Ол аса жарылқаушы, тым мейірімді деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде: "Күллі бәни әдәмә хаттаун ва хайру хаттаина тауабун." Барлық адам балалары қателесуші. Олардың ішіндегі ең жақсылары істеген қателері үшін тәубе еткендер деген. Хазіреті Әли, Алла оған разы болсын, былай деген: Алла Тағала құлына тәубе етуді нәсіп етсе, оған азапты харам қылғаны деген. Рамазан тәубелерді жарылқаушы айдан басқа қасиетті Құран түскен ай. Бұл айда көбірек Құранға зер салып оқу қажет. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде: ораза мен Құран қиямет күні құлға шапағат етеді деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазанның қадір қасиеті туралы былай сипаттайды: егер адам баласы Рамазан айының қадір қасиетін лайықты түрде білсе, жыл бойы Рамазан айы болғанын қалар еді деген. Рамазан ұлы қонақ. Ораза ұстаушылардың асыл сыйын ұлы Алла Раян атты жәннатпен сүйіншілеген. Бұл ай қайырымдылық айы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір кісі келіп: "Уа Алла елшісі, қай садақа сауап жағынан абзал?" деп сұрады. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында берілген садақа деп жауап берді. Қорытындылап келгенде, Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Ұстаған оразаларымызды Алла Тағала қабыл етсін. Ісімізге береке, бірлік берсін. Халқымызға амандық, жұртымызға тыныштық бергей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.